Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен сүтті қыз тортын дайындаймыз. Өте нәзік, ауызда еритін, лезде дайын болатын, жасап көруге өте жақсы торт. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа керек, 1,5 банка қойытылған сүт керек, сармай керек, сосын ұнымыз бен қопсытқышымызды қосып, жақсылап бәрін араластырып, қамыр дайындай аламыз. Мінекей, бәрін құйып жатырмыз. Осылай міне дайындап, жақсылап араластырып аламыз. Әнекей, міне біздің тесталарымыз дайын болды әп сәтте. Жұқа, өз сондай нәзік көрініп тұр. Осындай дөңгелекше тесталар шығады. Мінекей, біріктірдік. Менгі 5 қабат болды, сіз 6-7 қабат жасай берсеңіз де болады. Енді әрлеуге көштік. Әрлеуін енді өзіңіздің еркіңізде әппақ қып қойып, шет-шетін крошкалармен қаптап қойсаңыз да болады. Жеміс-жидектің қазір басталған уақыты. Жеміс-жидекпен әрлесеңіз де әдемі болады. Мінекей. Мен малина мен клубниканы мен сәндедім. Осылай әп сәтте, құрамы өте қарапайым, жасалу жолы жеңіл, осындай тортты жасауға кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова мені YouTube арнама тіркеліп алып, лайк басып, пікір білдіріп отырыңыз. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова. Менің каналымда түрлі тәттілер бар, және де тез әрі жылдам ерекше тағам түрлері де бар. Мінекей, сүтті қыз торты осылай әп сәтте дайын болды. Жасап, жақындарыңызды қуантуға кеңес беремін.